Кітап заманымыздың толқынында тербелістен үстіндегі қымбат қазынасы, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп келе жатқан ой кемесі. Менің педагогикалық сенімнің бір ақиқаты кітаптың тәрбиелік күшіне деген шексіз сенім болып табылады. Мектеп дегеніміз ең алдымен кітап, тәрбие ең алдымен сөздер, кітап жанды адамның қарым-қатынастары, кітап құдіретті қару, ақылды, шабытты кітап көп ретте адам тағдырын шешеді. Адам баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарихы мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ол ой ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білім мен білігі, пайым мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Кітап маған тақтан да қымбат деп көрсеткен Шекспир. Бұл сөзден түйер ойымыз адамға жан азығы, рухани байлығы бола білген кітап. Сол себепті оның орны тақтан да жоғары. Адаммен қас болғанша кітаппен дос бол дейді Баус. Кітап сенің асып таспайтын асыл досың. Себебі кітаппен дос болған адамның ой-өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жан-жақты болып тәрбиеленері сөзсіз. Білімнің көзін ашып, ең алғаш ғылым саласын танытқан, оқытып үйреткен кітап. Әр ұлттың, елдің келешегі мен болашағын баян еткен, тарихы мен өнер жыр еткен де кітап болатын. Сондықтан да кітап әлемді құпиялы ұлы ғажаптардың бірі дейді Горький. Бізді әлі білмейтін, естіп оқымаған, қыр-сыры көп, оны да кітаппен дос болған адам ғана құпиясын ашып, ғажабын танып біле алады. Достар, артық білім кітапта, ерінбей оқып көрсетуге деп ұлы ақынымыз Абай атамыз жырлағандай, ерінбей білім алуға асығайық. Бар білімнің патшасы тек кітаптан ғана табылатынымызды ұмытпайық. Ал балам Мұхтар Әуезов шығармаларынан 12 томдық кітабынан саған 5 томдық кітабын және Мұқағали республикалық әдеби-мәдени танымдық журналына шыққан Жамбыл Жабаев атамыздың 175 жылдығына арналған мақаланы оқуға шақырамын балам саған. Яке өзімде ниетім осыған тартып тұр еді. Осыны оқуға құштар едім. Жақсы болды ғой. Мұхтар Әуезов атаңдікінде. Рахмет.